Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен йогуртты пирог әзірлейтін боламыз. Жасалуы өте оңай, әрі дәмі өте ерекше. Бұл пирогтың ерекшелігі йогурттың дәмі мен иісі бүкіл үйді алып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік, бірге жасайық. Бізге қажетті заттар осындай живой йогурт. Кез келген алсаңыз болады, клубника мен қалағаныңызды. Және де өсімдік майы, ұн, шекер, жұмыртқа қажет болады. Аз ғана разрыхитель. Енді ыдысымызды аламыз, жұмыртқамызды жарамыз. Шекерімізді саламыз, аз-аздан 3 бөлікке бөліп отырып араластыра саламыз. Жақсылап көпіргенше араластыратын боламыз, шекеріміз ерігенше. Міне бізде жақсылап көпірді. Енді араластыруды тоқтатып, үстіне сұйық май құямыз, йогуртымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Енді сұйық қоспамызға, ұнымызға разрыхителімізді қосып, араластырып алып, електің көмегімен өткізу арқылы қосатын боламыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, лопатканың көмегімен астынан жоғары қарай араластырамыз. Мінекей ұнымыздың барлығын қосып жасап шықтық. Бізде осындай видеодағыдай қаймақ тәріздес қоспа дайын болады. Енді арнайы осындай пирог пісіретін жылжымалы кольцо болады. Осыдан өзіңіз. Енді бізге фольга қажет болады. Жақсылап астын фольгамен бекітетін боламыз. Біздің пирогымыз ағып кетпес үшін. Міне біздің формамыз дайын. Фольгамен 2-3 мәрте жақсылап орап бекітіп қойдық. Енді оны ыдысымызға орналастырамыз да дайын қоспамызды құямыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Енді бұл пирогтың ерекшелігі, қыздар, қызып тұрған емес, салқын пешке жібереміз. Пирогты салғаннан кейін ғана қосамыз. 170 градусқа қойып, 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Ал астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Сәндеулін өздеріңіздің қалауыңызша бетіне сгущенка жақсаңыздар да болады. Мен сливке жағып шықтым. Негізінде сгущенканы жақсылап ертіп жағып шықсаңыздар да күшті болады. Қалауыңызша орех немесе фрукты, кез келген нәрсемен әсемдеуге болады. Келесі видеода көріскенше сау сәлеметте болыңыздар. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.